Гаметогенездің нәтижесінде аталық және аналық гаметалар түзіледі. Бірінші аталық гамета сперматозоидтың құрылысымен танысайық. Сперматозоид өте кішкентай, бірақ аса белсенді қозғалғыш жасуша. Оның құрылысы үш негізгі бөліктен тұрады: басы, ортаңғы бөлімі және құйрығы. Басы сперматозоидтың ең маңызды бөлігі. Мұнда гаплоидты жиынтықта тұқым қуалайтын ақпарат сақталған ядро орналасады. Басының ұшында акросома деп аталатын түрезгерген лизосома бар. Акросоманың қызметі жұмыртқа жасушасының қабығын ерітетін ферменттерді бөлу. Бұл сперматозоидтың ішке енуіне жол ашады. Ортаңғы бөлімі. Бұл жасушаның энергетикалық станциясы. Мұнда көптеген митохондриялар жинақталған. Олар құйрықтың қозғалуына қажетті АТФ энергиясын өндіреді. Құйрығы сперматозоидтың қозғалыс мүшесі. Құйрықтың ширатыла қозғалуы арқылы жасуша сұйық ортада жоғары жылдамдықпен мақсатына қарай бағыт алады. Енді аналық гамета жұмыртқа жасушасына назар аударайық. Жұмыртқа жасушасы адам ағзасындағы ең ірі жасушалардың бірі. Ол сперматозоидтан мыңдаған есе үлкен және қозғалмайды. Жасушада коректік заттарға, яғни сарыуызға өте бай цитоплазмасы бар. Бұл қордың қызметі ұрықтанғаннан кейін болашақ эмбрионды алғашқы күндері энергиямен қамтамасыз ету. Орталықта гаплоидты хромосома жиынтығы бар ядро орналасады. Жұмыртқа жасушасы сыртынан бірнеше қабатпен қапталған. Бұл қабықшалар жасушаны сыртқы әсерден қорғап қана қоймай, ішке тек бір ғана сперматозоидтың енуін қадағалайды. Мысалы, мөлдір қабықша механикалық зақымданудан қорғайды, сперматозоидтардың енуіне кедергі жасайды. Сәулелі тәжі қабаты. Жұмыртқа жасушасына қажетті бастапқы коректік заттармен қамтамасыз ету және енуге бағытталған сперматозоидтарды іріктеуге қатысады. Осылайша, құрылысы мен қызметі бойынша ерекшеленетін екі түрлі гамета қосылғанда жаңа тіршіліктің бастауы зигота түзіледі.